мысалға біздің бір Ұларбек Нұрғалым деген досымыз бар да, енді жазушы. Сол мусор шығармайды. Үйінің мусорын шығармайды. Өз бір осы қателеспесем, бұл өз кітабында да бар осы кісінің, Даяқ ащы адам екен, ұмытып отырмын. Оны бір еркекке лайық іс емес деп есептейді, мусор шығаруды. Өзінің бір жаңағы неден келген оралман жігіт өзінің бір жаңағы бір понятиелері бар да енді. Жоқ, енді ол мысалы мусор шығармау өзіне лайық іс емес десе, мен ол кісіге жаман демеймін. Екеуі, әйелі екеуі осыны дұрыс деп шешсе, менің сұмдық жаңағы Ұларбегім мусор шығармайды деген сияқты мақтанатындай іс болатын болса, шығармай қойсын, проблема жоқ. Бірақ енді бір басқа үйге оны тықпалап керек жоқ. Немесе біреулер үйінде әйелімен бірге тамақ істесіп па, біреуге тамақ істеу ұнайтын шығар жаңағы бір жаңағы бірдеңе қуырған ұнайтын шығар, тамақ істеп берген ұнайтын шығар әйеліне ше. Бірақ оны сен бір жаңағы әйел болып кеттің, әйелдің деңгейіне түсіп кеттің деп, оны да унижать етіп керек жоқ та. Екі ерлі зайыпты, ол нақты бір андай формула жоқ қой. Бұл химический бір элемент емес қой, бүйтіп қосылған кезде жарылып кететін, ондай нәрсе емес қой. Екеуіне қандай форма ыңғайлы, бастысы бір ұлы құндылықтардың үстінде екеуі біріксе, жаңа неке дейтін жаңағы бірін ұнатқан екі жүрекке некеден басқа жол жоқ деген сияқты, солай қосылды ма, болды. Ол ұсақ детальдар жанында ары бері плюс минус өз кете береді.